Тағдырының тауқыметі таусылмаған қыз. Адамның дегені емес, пешенеге жазғаны болады екен. Жас кезіңде армандап жоспарлағанмен ештеңе болмайды. Өзім мектеп бітірген кезде оқуға түсіп, елмен қатар студент болу деген ең үлкен арманым еді. Бұл жалғыз менің емес, барлық оқу бітіруші жастардың арманы. Елдің алды болып оқыдым демеймін, әйтеуір орташа оқыдым. Мектеп қабырғасында жүргенде мен ешкіммен араласпайтын едім. Қыздар менімен бірге жүруге онша ыңғай бермейтін. Олар сияқты жақсы киімім жоқ, шылтырап жүретін. Оның үстіне жанұямыз нашар тұратын. Туысқандарымыз керек емес киімдерін берсе, соған мәзбіз. Жуып, үтіктеп, жыртылғанша киетінбіз. Оқуға түсе алмадым. Ауылға келіп, жем тартатын диірменде жұмыс істедім. Өстіп жүргенімде Алматының жанындағы бір ауданда жіп үйретін фабрикадан училище ашылып, соған оқитындарды жинап жатқаны туралы оқыдым. Анама айттым да, өмірімде көрмеген Алматыға тарттым. Құжаттарымды тапсырдым. Мен сияқты жан-жақтан келген қыздар көп. Сөйтіп, күзде болды. Алма теруге де, басқа жұмысқа да апарып жүрді. Бәрімізді жинап оқыта алмаймыз деп, бізді қалаға, яғни Алматыдағы училищеге орналастырды. Жатақханаға жайғастық. Қазақтар да аз, ылғи орыстар бізді адам қатарына санамай, мазақтап келемеш дейтін. Әжетханаға кірсең, темекі сұрайды. Жоқ десең, әкеліп бер дейтін. Асханаға кіру біз үшін проблема еді. Алдымен орыстар ішіп кетеді, кейін біздер. Қыс болып, жаңа жылға дайындық жүріп жатты. Бұл 1986 жыл еді. 16 желтоқсан күні күндегідей сағат 15:00-де сабақтан келіп, әркім өзінің тірлігімен әлек болып жүргенбіз. Бір қыз келді де, бүгін алаңға жастар жиналып жатыр. Колбинді болдырмаймыз деп бас көтеруде, деді алқынып. Мұның мәнісін онша түсінбесек те, бәріміз киініп шықтық. Біз ол кезде Жандосып көшесінде тұратын едік. Автобус жоқ, алаңға жаяу тарттық. Ол жерге жеткен кезде өз көзімізге өзіміз сенбей, аузымыз ашылып, не істерімізді білмей қалдық. Айнала қоршаған солдаттар, қолдарында қалқан, ұзын-ұзын темір, бастарында каска. Түрлері қорқынышты, ортада жастар. Айналып кіретін жол таппадық. Осы мезет бір милиция келіп, неге үйлеріңде отырмайсыңдар? Деп аузына келген балағат сөздерді айта бастады. Біз жай жүрміз, деген едік, ол ары кетті. Айқайлап жатқан адам даусынан денең тітіркеніп, арасына кіріп кеткін келеді. Сонда тұрар берілмедік. Бір кезде жабық машина келді де, ішінен топырлап түскендер бізді сүйреп, жұлқылап машинаға тықты. Бізді бір жерге әкеліп түсірді. Әйтеуір үлкен мекеме емес. Бір бөлмені ашты да соған кіргізді. Біз сияқты қыздар көп, таяқ жегендері де бар ішінде. Іші суық, өзіміз жаурап кеткенбіз. Бір-бірімізге тығылып құшақтасып отырып ұйықтадық. Таң атты. Бір-бірден әкетіп жатты. Менің жүрегім дүрсілдеп кеткен. Сөйтсем, біртіндеп қайда не істейтінімізді жазып алып шығарып жатыр екен. Шықсам қыздар күтіп тұр екен. Бәріміз бір-бірімізді құшақтап, қуанып жатақханаға кеттік. Бізді милиция қамап қойдау деп ойлап жүрген біз жоқ. Тамақ ішіп, қалың киініп қайта бармақшымыз. Жатақханаға келсек, училищенің мұғалімдері сонда. Кіргеннен жиналыс жасады. Ұрысты, қорқытты. Кімнің әке-шешесі партияда болса, соларға қиын болады. Оқудан шығарамыз, деді. Тамақ іштік. Кеш болуын күттік. Бір кезде бір қыз келіп, милиция қаптап жүр, деді. Терезеден қарасақ, машинамен тұр. Сонымен жоспарымыз іске аспады. Біздерді 2 күн шығармай күзетті. Нанға бір адам барады. Сырттан еш жаңалық жоқ. Теледидар көрсетпейді. Ести алмай қор болдық. Әйтеуір 18 желтоқсан күні қазақты қойыпты деп естіп, қатты қуандық. Шуылдап айқайлап жүрміз. Құдайға шүкір, басылды. Қайта сабаққа барып едік. Демалыңдар, ауылдарыңа кетіңдер, деді.
Сонымен жан-жаққа тарадық. Ауылдағылар неше түрлі сұрақ қояды. Ештеңе айтпадым. Бұл мақтаныш емес деп ойладым. Білмеймін, бізді қайтарды ғой, дей салдым. Сонымен қайта келдік оқуға. Түсініксіз, өзгерген нәрсе көп. Мазақ ететін орыстар амандасатын болыпты. Орысшаны қалай айтсаң солай айт. Мазақ қылуын қойған. Айта берсең көп нәрсе өзгерген. Енді қуанышымызда шек жоқ. Міне, осылай уақытта зымырап өтіп жатты. Бұдан кейін менің оқуға деген ынтам басылып, ауылға кеткім келді. Ауылға келсем, шешем ұрсады маған. Не істеп жүрсің? Сенің мінезің жаман деп. Енді білмеймін. Не жазғанын хатта училищеден жіберіпті. Сельсоветке анамды шақырып, жиналысқа салыпты. Елдің көзінше жерге тықты деді. Мен болған жайды айттым. Әрине, ол кезде түсіне қоймады. Маған, бармайсың, сенің қызың шайкаға қосылып кеткен дейді деп, Алматыға жібергісі келмеді. Көнбедім, емтихан тапсырамын да қайтамын деп кеттім. Оқуға келіп, құжаттарымды мастеріме бердім. Диплом мен паспортымды алуға күте алмадым. Кетіп қалдым. Содан қайтып Алматыға бармадым. Енді ауылға келмесем, мені тағы бірдеңеге қосып қояр деп ойладым. Ауылда тиіп қашып жүріп жұмыс істедім. Сөйтіп тұрмысқа шықтым. Содан кейін мен құжаттарымды ойламадым. 8 жылдан соң жолым түсіп құжаттарымды алуға барсам, ешкім жоқ. Училище ауысып кетіпті. Бұрынғы мұғалімдер жоқ. Ары жүгірдім, бері жүгірдім, ешкімді таппадым. Сонымен қайттым. Содан қайтып бармадым. Сол кездегі желтоқсанның маған өмірлік қалдырған естелігі осы. Күйеуге тиген соң бөлек шықтық. Содан бастап өмір өз тауқыметін көрсете бастады. Анам ауруға ұшырады. Әкеміз шешеміздің тапқанын жеп жатып үйренген. Ауырып жатса да тыныштық бермейтін. Анамыз ауырып жүргенде әкеміз бәрімізді бет-бетімізбен қуып жіберді. Ол кезде мен тұрмысқа жаңа шыққанмын. Оң солымды біле бермейтін едім. Анама келсем, мен бір тамақ сұрап келгендей, әкем ала көзімен атып, шешемнің миын жей беретін. Бұдан кейін мен бармайтын болдым. Басымызда баспанамыз жоқ, әркімнің пәтерінде жүрдік. Тұрақты мекен-жайда жүрсем де, інілерім мен сіңілілерім білер еді. Өйткені менен басқа баратын туған туысқан жоқ. Өстіп жүргенде анам қайтыс болды. Оны маған ешкім айтпады да, хабар да бермеді. Әкеміз сондай кісәпір адам еді. Іздетпеген. Ойымда ештеңе жоқ. Өзіміз пәтерден пәтерге ауысып орныққан соң, ауылға баруға автобусқа мінсек, бәрі бір түрлі қарайды. Үйдің жанынан түстік те, жақындай бергенде әкем шығып жылап тұр. Мен түсінбей күйеуіме, мұнысы несі? Деп едім, ол иығын қиқаң еткізді. Киіз үйде отыр екен бәрі. Кірсем бір-біріне қарайды. Әкемізбен бірге нағашы жеңгелерім мен әкемнің қарындасы отыр. Бас салып ауыздарына келгенін оттап, қаңғып жүре бер. Сенің қайда жүргеніңді ешкім білмейді, дейді біреуі. Әкемнің қарындасы, енді бұл үйдің төрінде сен емес, мен отырамын, деді. Сөздің төркініне анамның қайтыс болғанын біліп, еңіреп жылап жібердім де, шешем өлді ме? Сонымен бірге бәрің де өлгенсіңдер. Маған ешкімнің де, ештеңенің де қажеті жоқ, деп күйеуімді ертіп шығып кеттім. Сонымен қалаға жеткенше екі көзіме ерікті бердім. Басқа менің қолымнан не келеді? Әкем ештеңе болмағандай өлгеніне қуанып жүрген сияқты. Өйткені ауырып жатқанда да теуіп ұратын. Сен өлмейсің деп екеуінің ұрысқандарын талай естіп едім. Бізге де ашуланып, қырылып қалғырлар деп аузына келгенін оттайтын. Енді арманына жетіпті. Анам тірі кезінде жұрт сияқты киім киіп, жылы жұмсақ жемеді де. Есімді білгелі білетінім, әкем жұмыс істеп бала-шағаны асыраған емес. Анам қай жерде жұмыс бар, ол мейлі ауыр, мейлі суық болсын, бізді асырау үшін кірісіп кететін. Әкем бұл өмірде ешкімге жақсылық жасаған емес.
өтірік өсек айтып шағыстырып, елді бір-біріне жексұрын көрсетіп, ұрыстыру ғана келетін қолынан. Мұндай мінезмен ауылдағылар да бізге іш тартып қарамас еді. Біздің бір титтей жақсы деген жерімізді естісе, өзгертіп шұқылап жамандап, жерге тығып, өсектеп, одан қала берсе, нағашы жеңгеміз соның бәрін түрлендіріп, сол өсекке жан кіргізіп, бояу жетпеген жерге бояу қосып жеткізер еді. Анам қайтыс болған кезде менің тұратын жерімді таппаған еді. Сендер неге сөйттіңдер деп ешқайсының бетіне келмедім. Баратын жерлер жоқ, қайтсын. Тентіремесін, мені паналап келіп жүр ғой деп, жылы жұмсағымды бауырларының аузына тосып жүрдім. Осыдан бастап менің күйеуімнің жұмыс істеуге деген ынтасы жоғалды. Анау болды, мынау болды деп үйден шықпайды. Осының бауырларын мен асыраймын ба деді ме? Ұрса мен де шаршадым да жұмыс істедім. Балабақшаға кір жуушы болып кірдім. Бірақ менің бауырларымның маған жаны ашымайтынын білдім. Білсем де ешкімге ештеңе демедім. Олар жұмыс істемеді дей алмаймын. Бірақ тамақ алуға жәрдемдесу деген олардың ойына кіріп шықпады. Менің аяғым ауырлады. Кішкене көзімде ме, кішкене кезімде ме, әлде туылғанда ма, жамбасымды шығарып алыпты. Осылай мен жарым-жан болып қалғанмын. Мен сорлыны әке шешем жәрдемақыға да шығармапты. Шешем бізге тамақ тауып, киіндірумен мие ашып жүрген. Ал әкем мені адам деп қарамаған. Менің бұған дейінгі өмірім ештеңе емес екен. Тозақ деген енді басталды. Кішкентай бала емес, айқайлап қайтаратын, тепсе темір үзетін уақытта інілерімнің бәрі үйленбеген. Кейде ішіп келеді, жылайды, менің заттарымды сындырады. Міне, маған істеген жақсылықтары. Әкеміз бұл кезде басқа әйел алып тұрып жатқан. Мен мұнысына қарсы емеспін, бірақ балалардың бәрін қуып жіберуге болмайды ғой. Бұрынғы тұрған үйімізді сатып, арғы ауылдан біреудің үйіне барып кіріпті. Сатып алса мейлі ғой. Шешем тұрған үйді сатпай, балаларға берсе болмас па еді? Үйдің ақшасын алған соң, әйелінің қалың малына беріпті. Мұндай құдайдан безген адамды кім көріпті? Осыншама бала шағаның көз жасынан қорықпағанын қарасаңшы. Біз негізі жанұяда 8-біз. 5 ұл, 3 қызбыз. Менен кейінгі сіңілім ауылда шаштарасы болып жұмысқа кіріпті. Өйткені асырайтын адам керек қой. Одан кейінгі сіңілімді 8-ші сыныптан кейін оқытпай қойыпты. Жазда құжаттарын мектептен алдыртып, мед колледжге тапсыр деген. Сөйтсем әкем жаздай әйел екеуі қалаға кетіп, қыркүйекте бірақ келген ғой. Сіңілімнің үстінде киімі жоқ, сабаққа қайта бара алмаған. Екі сіңілім шешесімен ұрсып қалып, әркімнің үйіне қонып жүр екен деген сөздер маған маза бермеді. Күйеуімді ертіп, әкем тұрып жатқан ауылға бардық. Шешем қайтыс болғалы көріп тұрғаным осы. Үйге кір деген де жоқ. Кішкентай сіңілім мен 2 кішкентай інілерімді көріп қуанып, беттерінен сүйдім. Өзің жетіп келгенше, осыларға деп қант, шай әкелмейсің бе? Дейді әйелі. Өзімнің жағдайым жоқ, оларға мен не деп апаруым мүмкін? Мен білемін оны. Әкелгенімен балаларға жегізбейді. Бұлармен ұрсып отыруға уақытым жоқ. 2 сіңіліммен келістім. Мен көше жаққа шыға беремін. Ана кішкентай сіңілімді шығарып беретін болды. Солай жасадық та, кіші сіңілімді әкемнен солай алып кеттім. Әкеліп, секретар-реферант даярлайтын училищеге оқуға бердім. Сол жылдары өте ауыр кезең өтті. Ақша ауысып, тамақ тауып жеуімізде қиын болды. Сіңілімнің жолына ақша беріп, өзім жаяу жүрдім. Әйтеуір сол жылдары неміс халқы өзіне, еліне көшіп жатқан еді. Аралап солардан арзан киім кешек алып, оны түзеп, қысқартып, үстіне кигізіп, өзім кимесем де қыз кисін, осы ішсін деп жүрдім. Ол училищені бітірген соң, әйтеуір зорға дегенде жұмысқа орналастырдым. Әкеміз оны қайда жүр деп іздеген де жоқ. Бұл уақытта үлкен сіңілімді де әкем үйіне сыйыстырмапты. Сөйтіп оны да үйіме кіргіздім. Әйтеуір үйтіп жұмысқа орналастырдым. Кейін күйеуге шығып кетті.
Осылай қиналып жүргенімді көріп отырып, менің күйеуім міз бақпас еді. Жұмыс істейін, тамақ табайын деп ойланбайтын болды. Тек маған айтатыны, сені осы бауырларың көрге тықпай қоймайды, дейді. Ол кезде балам жоқ, ажырасып кету деген миыма кіріп шықпапты. Маған сен емделсеңші, бала керек деп еш айтқан емес. Өйткені өзінің ойы сол уақыттарда өзгерген екен де. Ал менің бар ойым, бауырларымды қалай жетілдірем деуші едім. Міне, осындай жоқшылықпен арпалысып жүріп, қанша жылдар өтіп кеткенін сезбеппін. Бұл уақытта мен құжаттарымды да жоғалтып алғанмын. Сол құжатты алуға менде еш жағдайым болмады. Күйеуіме қатты қапаландым. Ажырасайық деп айтуға аузым бармайды. Түріне қарасам, жаным ашиды. Өмірге деген талпынысы болса ғой, мен ештеңе ойланбас едім. Ел қатарына қосылайық, баспана алу керек деген сөз аузынан шыққан емес. Отандасқанымызға 11 жыл өтті. Азап пен жоқшылықты басқаны маған көрсетпеді. Ақырында шыдамадым. Кіші сіңілімді жаным алып, өзге пәтерге шығып кеттім. Не болса да, не көрсем де өзім көрейін деп ойладым. 3-4 айға дейін үйрене алмай жүрдім. Біреу жетелсе де соған ұқсатып, түнде де ұйықтай алмай, не істеп жүр екен деп уайымдап, зорға жалғыздыққа да үйрендім. Күйеуім анда-санда келіп, халімді сұрап тұратын. Басқа ештеңе айтпайтын. Қайтып қосылайық деп айтарым екен деп ем, ондай сөз аузынан шықпады. Осы пиғылына менің ішім суыды да, ұмытуым керек деп, оны ойламауға тырыстым. Далбасалап пияздың шөбін жұлуға жалдандым. Күзге дейін сонда істедім. Оның үстіне сіңілім мен інім сені асырадық деуден тайынбайды. Олар мен сияқты емес. Өтіп кеткені болса, қарызсың деп айтуға ауыздары қисаймас еді. Мен өткен нәрселерді өтті, жақсылық істедім деп еш айтпас едім. Нені болса да, Құдай өзі таразылайды. Өзім тауып жеп үйренгенмін. Біреудің бергенін жей алмаста едім. Пияз да бітті. Үйге қалай сиясың? Жегеніңді желім қылады сіңілім. Бірдеңе десең, мен квартплат төлеп жүрмін, деп шыға келеді. Ал егер олай есептесетін болсақ, менің берген ақшамнан тамаққа көп кетеді. Ол ешқайсының ойына кіріп шықпайды. Ал мен осыларды қалай жеткіздім? Енді қолдар ауыздарына жеткен соң, аспаннан салбырап түскендей. Күйеуіммен ажырассам, көзқарастары өзгеретін шығар деп ойлап едім. Қайдан? Баяғы жартас бір жартас демекші, жандары ашымақ тұрмақ, өлмесең жатқаныңнан тұрма дегендей. Сонымен, базарға барып өзбек әйелге жағдайымды айтып, мата алдым. Халат тіктім, сөйтіп базарға шықтым. Өзіңнің адамыңнан көрі өзге жақсы түсінеді. Кейде өтеді, кейде тіптен өтпей қалады, кейде матаның ақшасына тамақ алып қоямын. Өстіп жүріп қарызға кіріп кеттім. Күн жылғанға дейін халат саттым. Осы уақыттарда інім Қарағандыға барып келетін. Қалтасында мыш-мыш ақша жүретін. Мен бір рет жаным қысылып, сұрағанымда әлгі әйелдің көзінше ақшам жоқ деді. Өзбек әйел үйіне шақырды. Бір көйлекті 80 теңгеден пішіп бер. Біздің үйде бол. Сені керек етіп жатқан ешкімді көрмедік деді, жаны ашып. Ертеңіне ешкімге айтпай, өзбек әйелдің үйіне кеттім. Қайда кеткенімді ешкім білмеді де. Кішкене бөлмесін босатып, соның ішіне кереуетпен машинаны кіргізді. Тамақты бірге ішіп жүрдім. Кешке дейін тігемін, арасында дем аламын. Біраз қарызымнан құтылдым. Күн жылыды. Елдер үйлерін әктей бастады. Қалған қарызымды үйін әктеп беріп құтылдым. Арасында жылап аламын. Не деген сорлы едім. Соларды асырап, керек болса тауып ішсін. Ішпесе аш жүрсін. Нем бар еді? Енді маған кімнің жаны ашып жатыр? Жүрісім мынау, біреудің қора-жайын тіліммен жалап. Ең болмаса сіңіліміз десе болар еді ғой. Оның үйіне кетіп қалайын десем, бала шағасы, күйеуі бар, енесі бар, сөзге қалдырамын ба деп ойладым.
Қалай жүрсем де, қалай барсам да бір жоқшылық арылмады. Бір нәрсені істегім келеді, болдыра алмаймын. Әйтеуір бір жақсылығы бар шығар, Құдайдың маған деген. Қолыма түскен нәрсені істеп жүрдім. Сіңілім әкімшілікте істейді. Оның орнында мен болсам, басқаша болар еді. Бұл да тағдыр. Оның жұмысына баруға болмайды. Менен намыстанады. Аяғым ақсақ, күйеуім жоқ, бала тағы да жоқ. Үйім болса да жоқ. Құжаттарымды қайта жасауға көмектессе ғой болар еді. Қайтемін, тас жүрек. Көр соқыр болса. Күйеуіммен ажыраспай тұрып, менімен бірге тұрды ғой. Сонда мен пәтер ақысын төлеп, болмаса өз тамақтарыңды өздерің табыңдар десем де болмас па еді? Мен жарым-жаммын деп ешкімге алақанымды жаймадым. Намыстанып, өз қайғымды ешкімге көрсетпеуші едім. Негізі қыздар бір-біріне жақын болмас па еді деп, еркек балаға қарағанда. Басқалардың сіңілісін білмеймін. Өмір болған соң түрлі адамдар бар ғой. Өзім тумасам да, туғандай етіп, қолын аузына жеткізгенімді ұмытып, сонша тас жүрек болғанына менің таңым бар. Өстіп жүргенімде, інім үйленемін деді де, қызға сырға салуымыз керек екен. Ақшасы қалтасына сыймай жүр, мейлі, тапқан өзі. Ауызбіршілік болмаған соң, қанша айтқаныңмен болмайды екен. Онымен қызға сырға салына қоймады. Қызын үйге кіргізіп алды. Ештеңе арым-жарым жасамай-ақ кіріп алды. Мейлі, онда менің қарсылығым жоқ. Мен енді бұларға кедергі бола бастадым. Сіңілім жұмысқа кетеді. Үйге бір қонса, 2 күн құрбыларының үйінде жүреді. Інім маған ала көздене қарайтынды шығарды. Келініміз ғой. Тіпті сөйлемейді. Інімнің жеке үй болса мейлі. Бұл біреудің үйі. Жалғалып отырмыз. Мен де үйде отырғым келмейді. Аяғым ауырса да, біреудің көрпесін, біреудің жастығын тігіп, тамағымды тауып жүрмін. Аяқ киім алуға ақшам жетпейді. Біреудің аяқ киімін кішірек болса да киіп жүрдім. Қысқанда жанымды көзіме көрсететін. Өстіп жүріп, бас бармақтарым көгерді. Өзім бөлініп, кетуге не жұмысым жоқ. Оның үстіне мен жалғыз өзім тұра алмаймын. Осылай қиналып жүрген күннің бірінде автобусқа мінем деп, аяғым тайып сырғанап, оң жамбаспен астына кіріп кеттім. Құдайдың қаққаны ғой. Автобус тоқтап тұрған еді. Ер адамдар көтеріп ішіне мінгізді. Өзі жарым-жан аяғымды ауыртып алдым. Әрине, сол күні ештеңе білінбеді. Ертеңіне аяғымды ауырсынып, жүріп тұруым не, жоғым не, оларға бәрібір. Ешқайсыны айтпадым. Менің барым не, жоғым не, оларға бәрібір. Күннен күнге қиын болып бара жатқан соң, емханаға бардым. Жүйкеге зақым келген. Жатуым керек екен. Оған ақшам қане. Маған кімнің жаны ашиды? Үйімде емделермін деп, дәрілерді жазып алып кеттім. Құдайдың құдіреті болмаса дәрінің күші ме, аяғымның тас болғаны жазылды. Өзімде бар ақшама дәрілерімді алдым. Үйге тамақпен әкелмей қойдым. Келініме бірдеңе десе керек. Маған жұмыс істемейсің беріп тиісе бастады. Ашуланып, керек болса, өзің неге жұмыс істемейсің? 2 күн тамаға келмей қойып едім, сөйлеп шыға келдің. Не, үйден қуып шықпақсың ба? Дедім. Қуып шықсам не істейсің? Неғып жүрсің бұл үйде? Деді. Сенің үйің бе еді? Деп екеуміз аузымызға келген сөзді төпеп ұрыстық. Ыза болып, жылап шығып кеттім. Бұл уақытта мен біреудің 5 жасар баласын қарайтын едім. Күніне 100 теңге беретін. Сол үйге кетіп қалдым. Баланың анасы үйде екен. Соған ішімдегін айтып жылап, босап қалдым. Ол біздің үйде тұра бер деді. Мен қалай тұрамын? Күйеуі бар.
Рахмет, мен тұра алмаймын, деп сыртқа шығып кеттім. Кішкене болса да өзіме өзім келіп, далаға шығып, енді не істеуімді ойладым. Бұрын бір пәтерде тұрғанымда көршіммен жақсы араласқан едім. Сол есіме түсті. Соған бардым. Оның күйеуі жоқ. Қуанып қарсы алды. Мен не істерімді білмей жүргенімді айттым. Екеуміз отырып арақ іштік. Ол өзінің проблемасын айтты. Бір күлдік, бір жыладық. Мен соның үйінде қонып қалдым. Сөйтіп осы үйге көп келетінді шығардым. Өстіп жүргенде ол мені біреумен таныстырмақшы болды. Әйелінен ажырасып кеткен. Қызы қолында, кәрі шешесі бар деді. Көп ойландым. Шыны керек, қорықтым. Кім біледі? Бекерден бекер ажыраспайды ғой. Көрейін, сөйлесейін дедім. Ол үйіне шақыртып, екеуміз таныстық. Сол күннен бастап ол маған келуді шығарды. Қызын ертіп келді. Осы қыз үшін келісім бердім. Сонымен күнін келістік те мені алып кететін болды. Ал бауырларым барын айтпадым. Үйге келдім. Бұл уақытта менде де сіңілім сияқты бір күн үйде болсам, 2 күн болмайтынмын. Сен қайда жүрсің? Ренжіп жүрсің бе? Деп жатқан адам жоқ. Ініме айтпадым. Сіңіліме айттым. Оны қайдан таптың? Кім ол? Деп сұрады. Кім болса да сендерге бәрібір емес пе? Құжаттарыңа көмектесейін деп едім. Баяғыдан бері айғарап жүрдің бе? Енді керегі жоқ. Бүйтіп көмектескендерің құрсын. Өзіме қарамай, сендерді адам қыламын деп мен не істемедім? Деп ішімде жүрген сөздерімді ақтарып салдым. Сіңілім кешірім сұрап, ақтала бастады. Ешқандай сөзін тыңдамай, киімдерімді реттей бастадым. Ертеңіне шай үстінде сіңілім, бүгін әпкемізді шығарып саламыз. Деп ініме қарап, ақшаларыңды шығарыңдар, еш болмаса дастархан жасайық, деді. Келін екеуі бір-біріне қарап аң-таң. Мен ауыз ашпадым. Орнымнан тұрып бөлмеме кіріп кеттім. Інім әйел екеуі киініп шығып кетті. Олар кеткен соң сіңіліме, керек емес дастархандарың, әшейін-ақ кетемін, дедім. Базарға кеткен інім мен келінімнен бұрын мен алып кетушілер келіп қалды. Қызын ертіп келіпті. Ол өткендегідей маған жабысып мама деп қояды. Бір уақытта базаршылар келді. Дастархан жасап күте бастадым. Жаңағы мен тиетін адам, сіңіліңе мойынға тағатын алқа мен жүзік алып келдім, дейді сыбырлай сөйлеп. Құлақ түріп отырған аналардың көзінше берме деп қайтып айтамын. Отыр ғой міне, дедім. Ол алқа мен жүзікті сіңіліме беріп жатып, осынша жыл қастарыңда болды, енді алып кетіп барамын, деді. Сорлы соны маған тақса қайтеді. Сіңілімнің қандай еңбегі бар екен маған сіңіретін, деп күйініп отырдым. Алтын таққаннан кейін сіңілімді танымай қалдым. Жүгіріп ана жағымнан, мына жағымнан шығып, өзінің туфлиін беріп, осыны ки деді. Кезінде сұрағанымда бермеген. Ашуым шығып кимей қойдым. Сонымен киюге тиіп кете бардым. Жолда базарға соғып, керек жабдықтарды алдық. Алғашқы кездерде бәр ойымдағыдай болмаса да, өзіме ыңғайлап алдым. Көрпе төсек, жатар орындары адам көргісіз. Әйелі жоқ болған соң, еркектің көрген күні құрсын. Шешесі ыңқылдап жүріп тамағын істеп береді екен. Үлкен үйлерін ремонт жасаған. Ол әлі бітпеген. Временкасында отыр екен. Осының бәрін жөндедім. Әктедім, сырладым. Төсектерді жуып қайта тіктім. Алғаш мен сол үйге барғанымда ешкім келмеді. Не туысқандары, не көршілері. Кейін менің істеп жатқан тірлігімді көріп, жайлап кіре бастады. Осы бірінші жылы қыста бірінші рет таяқ жедім. Бұрынғы күйеуімнен таяқ жеп көрмеппін. Мән бермей қоймайын десем, ішіп келіп ұруын жиілетті.
Барлық тірлігін қанттай етіп отырсам, тіпті қорасына дейін тіліммен жалағандай қыламын. Не үшін? Қандай себеппен ұратынын білмеймін. Осындай күндердің бірінде өсе берсін деп сіңілім бұзау әкеліп тастады. Амалсыз ішімнен тындым. Інім де келгіштеуді шығарды. Қыс түскенде сіңілімнің бұзауы өліп қалды. Сіңілім келіп, аузына келгенді оттап кетті. Көктем шыққанда сиыр жаңа туған еді. Күйеуім соның бұзауы сәл өскен соң сатып жіберіп, ақшасын сіңіліме апарып беріп келді де мен аямай ұрып тастады. Аямастан мойнымнай қылғындырды. Қашып шығуға менде дәрмен жоқ. Осылайша денемді қозғалта алмай отырғанымда енем келіп, не қып отырсың? Тұр, сиырыңды сау, тірлігіңді істе, деп зіркілдеді. Мен сиырды саумадым да, орнымнан қозғалмадым да, денем ауырып, аяғымды тағы ауыртып алыппын. Енем өзі істеп, тамақтарын ішіп, мені шақырғанда жоқ. Сөйтіп олар жатып қалды. Бәрі ұйықтады-ау деген кезде сыртқа шығып, көршінің есігін ұрдым. Менің түрімді көріп, көршім үйге кіргізді. Енді бұл үйде қалуыма болмайды. Ертең азынада шығатын таксилердің бірінің үйіне жеткізіңдерші деп жалындым. Баласы екеуі шарбақ-шатпақтың арасынан бір үйге алып келді. Таксистің әйелі, не болды? Деп еді. Әлгі көршім бәрін айтып берді. Айуан ғой ол. Қанша әйел алды. Осылай 2-3 жыл шыдайды. Ұрып-ұрып шешесі екеуі жындетіп жібереді. Қашанғы шыдар екен деп, сені ауылдағылар сөз ететін. Тап-тұйнақта етіп қояйын. Осының бәрін көріп отырмыз деді. Менің таңғалатыным, шешесі екеуі елдің бәрін жамандап отыратын, екеуі ғана адам сияқты. Үшеуміз отырып шай іштік. Көрген қорлықтарым есіме түсіп, қайта-қайта өксіп жыладым. Екеуі екі жағымнан, неге жылайсың? Балаң жоқ. Қайтаға. Сен қуан бұл тағы маймыл етіп қойғанына. Мұндай айуанмен өмір сүру ауыр ғой. Басың жас, әлі-ақ өзгесі табылып, бағың ашылар дейді. Сонымен, сол жерде қонып таңертең таксимен шығып кеттім. Қалаға келіп тастаған оған рахметімді қайта-қайта жаудырдым. Бұрынғы тұрған пәтер сатылып, інім мен сіңілім кетіп қалыпты. Оны үстімізде тұратын әйел айтты. Қазір өзім жеке пәтер жалдап, оны мұнша сатып күн көрудемін. Інім мен сіңілімні қайда екенін де білмеймін. Өзге бауырларым, әкем қалай, оның бірінен де хабарым жоқ.